сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі оқитын қиссамыз жерден топырақ әкелу қиссасы. Тәңірі тағала Жебірейілге сен жерге бар да бір уыс топырақ әкел деп бұйырды. Періште келген кезде топырақтың көңілі босап езіліп тұр екен. Жерді көріп Жебірейілдің де көңілі босады. Жер, сен неге жылайсың деп сұрады. Адам менің бір бөлшегімнен жаралған соң, олар мен үшін қымбат. Ертең олар бір-бірімен қырқысады, ұрысады, қан төгеді. Соны ойласам қабырғам қайысып, жаным езіледі деді. Жебірейіл періште кері қайтты. Жамбархақ, әй Жебірейіл, неге топырақ әкелмедің деді. Ол, жердің көңілін қимадым деп, жердің қайғысын жеткізді. Онда адам мен адамды дос қылатын періште сен боласың, уахиды сен тасисың, барлық сүйінші хабар сенен болады, деді. Екінші бұл іске Мәкәйілді жұмсады. Ол келсе жер тағы да мұңайып жатыр екен. Мәкәйіл, жер, сен неге мұңаясың деді. Менен өсіп өнетін адам менің де бір балам емес пе? Олар періште емес, ас-ауқатқа мұқтаж, қарындары ашады. Олардың ризық несібесі қалай болады деп уайымдаймын деді. Мәкәйіл жерді жұбата алмай, Алланың құзырына қайтып келді. Әй Мәкәйіл, топырақ қайда деді Тәңірісі. Мәкәйіл жердің қайғысын жеткізді. Жаратқан иесі, онда сен жер бетіне ризық шашатын періштем бол. Адам ұрпағы ризық несібесін қара жерден еңбек етіп шығарсын деді. Үшінші кезекте топырақ әкелуге Ысырапылды жұмсады. Жер оғанда, тәні топырақтан жаралған соң, адам баласы суыққа тоңады, ыстықта қаталайды. Сол кезде олардың жайы не болмақ? Осыны ойласам, іші бауырым су болады, деді. Ысырапыл жердің бұл арызын да Аллаға жеткізді. Тәңірісі, бүгіннен бастап жердегі табиғатты түрлендіріп, күн райын реттеп отыратын періштем сен боласың, деді. Ең соңында бұл іске Әзірейілді жұмсады. Әзірейіл өзге періштедей емес, мінезі қатты екен. Ол жерге келе сала бір уыс топырақты қырнап алды. Әй, Әзірейіл, топырақты сұрап алсаң болмай ма, деді жер. Алланың айтқаны екі болмайды. Раббым нені бұйырса сол болуы керек. Құдай ешқашан жамандыққа бұйырмайды, деді де ұшып кетті. Жамбархақ Әзірейілдің қаттылығын көріп, адамның жанын алатын сен боласың, деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде түрі қуарып сала берді. Алла тағала, әй Әзірейіл, неге қайғырдың? Мені жамандыққа бұйырмайды деп өзің айттың ғой, деді, өз сөзін өзіне куә етіп. Иә, жаратқан, менің солай дегенім рас. Бірақ адам ұрпағы әрбір қазадан соң мені қарғайды ғой. Ет жақын бауырынан айырылған жандар мені жек көріп кетеді. Қала берді олардың арасында сенің сүйікті достарың, пайғамбарларың болады. Олардың жанын жақындарын қалай аламын? Олардың таласына қалғым келмейді, деді. Әзірейіл, сен қайғырма, мен оларға қазаны сан түрлі сылтаумен жіберемін. Олардың бірі дерттен, енді бірі апаттан опат болады. Олар ажалын сол себептерден іздейді, сені көрмейді, сөкпейді. Жақсылықты да, жамандықты да мен жаратамын, деді Тәңірісі. Сол кезде барып Әзірейілдің көңілі орнықты. Әзірейіл періште топырақты жерден сұрамай алғасын, адамның жанын да сұрамай алатын болды. Тәңірі тағала адамның бет-әлпетін Меккенің топырағынан жаратыпты. Сол себепті иманға ұйыған адамға Меккеге бет түзеп құлшылық ету парыз болыпты. Егер бір кісі дәл өзіндей адам баласының бетінен әділетсіз ұратын болса, Меккенің топырағы сол адамды қарғайды екен деседі. Адамның бір қолын батыстың, бір қолын шығыстың топырағынан жаратады. Сол себепті де адам баласы қалаған тарапынан ұнатқан бұйымына қол жеткізетін болыпты. Екі аяғын мәңгі бақи тоң қатып жататын солтүстік тараптың топырағынан жасапты. Адам аяғының мықты әрі суық болатыны содан қалыпты. Бағдат пен Шам аймағының топырағынан кіндік пен қарын тұсын жаратады. Сондықтан Бағдат пен Шам аймағы мәдениет пен ілім-білімнің ошағына айналыпты. Адамның кеудесін таудың топырағынан жаратады. Тәкаппарлыққа ұрынғанда көкіректің көтеріліп кететіні содан екен. Ал арқа балшығын Сахараның шағыл құмынан егесін адамның жол арқасы өте төзімді болыпты. Ал ет жүректі ұлық Алла ерекше хикметпен жаратады. Жүректі жер бетінің барлық сазынан үлес алып, біріктіріп илепті. Ет жүрек рух пен ақылдың, парасат пен қайраттың түпкі мекені болғасын, оның ішкі сарайын сайтан кіре алмас өте құпия беріп қамал етіп жасапты. Күнәға белшеден батқан пенденің соңғы сәтте де іштен жалбарынып, Алланың рақымына ілігетін мүмкіндігі осыдан қалған деседі. Жүректің ішкі айнасын бауырмалдық қасиетімен әшекейлейді.
мейірімді Алла адам ұрпағы жер бетіндегі барлық адам баласының бір жүрек, бір тілекте өмір бақи бейбітшілікті аңсаумен өмір сүргенін қалапты. Қаптаған адам ұрпағы бірін-бірі жазбай тануы үшін оларды сан түрлі ұлт пен ұлысқа бөліпті. Әлемдегі күллі адам баласының қуанышы мен қайғысының, қасіреті мен берекетінің ұқсастығы осыдан екен. Топырақ келген соң Жаббар хақ: «Әй, Жәбірейіл, сен мейірімділік, қайырымдылық және махаббаттың желінен самал әкел. Әй, Ысырапыл, сен пәк рахметімнің бұлағынан су әкел. Әй, Мәкаил, сен оттан жалын әкел» деді. Осылайша адамды топырақтан жасарда тағы 3 затты қосыпты. Оның бірі жел, бірі су, бірі от болыпты. Оттан нәпсі жаралыпты, сондықтан нәпсінің сипаты от сияқты жан-жағын жалмап тұрады. Адамды ашу қысқанда екі бетінің өртеніп кете жаздайтыны соның нышаны екен. Ашу болған адамға суық сумен дәрет ал деп кеңес беретіні осыдан қалыпты. Тәңірісі адам бейнесіне нәпсі шоғының әлсіз жалынын ғана дарытып, нәпсі отының адам баласына пайдасы жоқ. Бұл тек оған зарар береді. Бұдан бақыт табудың жалғыз ғана жолы бар. Адам ұрпағы бақталастыққа салынып, нәпсі шоғын үрлемесін. Өзінде бармен көз көріп, өзгеден артық бола алмайды. Пайда емес, ар ойлағандар ғана қатарынан озық шығады. Баянсызға құл болып, жалған намыс жыртқан сайын, олар нәпсі шоғын қоздыра түседі. Кімде-кім қупаниде нәпсі отының лаулап жануына еріп берсе, өзі де тозақ отта отын болады. Парасатты пенделерім өлгенше нәпсі отын маздатып қана ұстасын, сонда ғана қорлықтан құтылады деді. Судан көңіл жаралыпты. Адамның көңілі босағанда жылайтыны, іші бауыры су болатыны сол екен. Құдай тағала: «Мен көңілді мөп-мөлдір пештің суынан жараттым. Көңілін кіршіксіз ұстаған тақуалар назарында болады. Көңіл айнасын былғап алғандар екі дүниеде қор болады. Көңілі таза пендемді жұмақтың бұлағына жуындырамын» деді. Адам жанын желден жасапты. Жан шіркіннің қайнаған тіршілікте бірде жігерленіп, бірде жүні жығылатыны осыдан екен. Тән жасайтын балшықты илегенде 40 жыл қайғы жаңбырымен, 1 жыл шаттық суымен суарады. Тіршілікте қуанышты сәттің аз болып, қайғылы кездің көп болатыны содан екен. Жаббар хақ шаттық жаңбырын екінші етіп жаудырғасын, адам баласы қандай да бір қайғыдан соң артынша шаттыққа кенелетін болыпты.